Филиппин тұрғындары алып питонды жұтып алған кобраны өлтірді. Жергілікті тұрғындар жыланды күріш алқабында кезіктіріпті. Оның аузынан толықтай жұтып үлгермеген жемтігінің құйрығын көрген. Бауырымен жорғалаушының ұзындығы 3-6 метрді құраған. Адамдар жыланды таяқпен соғып өлтіріп, қарнын жарып көрген. Артынша кобра ұзындығы 3-3 метрге дейін жететін питонды жалмағандығын анықтапты. Бұл жерде жыландардың көптігі таңғаларлық жайт емес, десек те, питонды жұтып алған кобраны алғаш рет кезіктіріп тұрмыз. Біздің ауылда кобраның шыққанынан өліп кеткен жағдайлар көп болған. Сол себепті біздің көрші жыланды өлтіруге бел буған, дейді куәгерлердің бірі. Кобраны өлтірген адамдардың айтуынша, бұл жылан филиппиндік кобралар қатарына жатады екен. Алайда, олардың ұзындығы 1-6 метрден аспаса керек. Дегенмен, Филиппин аралдарында ұзындығы 5-7 метрге дейін жететін патшалық кобраларды мекендейді. Жыланның дәл осы түрлері басқа да бауырымен жорғалаушыларды қорек тұтатын көрінеді. Достар, егер сіздерге бүгінгі біздің ақпарат қызықты болса, лайк басып, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер.